Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған, сол аяғын сүйрете жүгіретін шілбеген ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтақ жүріп келген Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз жіңішке дауыспен: «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертегі айтамын» деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз, балалар, оның ертегі айтатынын білгеніміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулық қоңыр сиыр бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен. Соларды сағалап келсе керек. Біз, балалар, көшеде 2-ге жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып, атысып ойнап жүргенбіз. Ар өтіп, бері өткен кемпір шал: «Желкен қирғылар-ай, соғсаздай, бұл атысып ойнады дегенді қайдай шығарды осылар? Басқа ойын аз бей?» деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз, қайта атысамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылаған май топырақ тұманша қалқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейіле қоймайды. Соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге уралап ұмтылғымыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кілт тоқтай қап: «Әй, ана кім-ей?» деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолан жен ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбары киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп кейкеп, 2 қолын қалтасына сап, шіреніп қойды. Ойынды тастай сала, бәріміз бірдей топырлап жүгіріп әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-жұлым алқа салқамыз. «Бұл кім-ей? Қайдан келген-ей?» деп бір-бірімізді түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Ол да сынағандай әрқайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты. Шолақ танауын тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы біркелкі етіп қиылған кекіл шашын үрмелеп қойды. Кекіліміз жоқ бізге оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп, қызға қарадық. «Кекілін қарай, өзінің жаман әліне қарамай» деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де, оның сөзіне қошемет білдіріп, сықылықтай күлдік. Жана келген бала қызарандап, теріс айналып кетті. Мен білдім», деді Садық мақтаны дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп: «Ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, Қоңыр сиырларың бар ғой, деді. «Иә», деді томсырайып тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп. «Қоңыр сиырымыз бар». «Атың кім?» «Аян». Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегенде «Аян, Аян» деп күбірлесе қайталап қойдық. «Жүр, жолдас боламыз», деді Садық оның аппақ білегінен қап-қара қолымен ұстай алып. Аян оның қолына қарады да, қызаранып тұрып, ақырындап білегін босатты. «Сендер жақ ыстық екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар?» деді. «Түсеміз, анау арада тоспа бар, жүр түсейік, суға во» деп Садық ауылдың жоғарғы жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосылып, солай қарай жүгірді. Ауылға жаңа баланың келуі біз үшін нағыз керемет мереке болатын. Әрқайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бір-бірімізден артық көрінбек болып, кеп мақтанатынбыз. «Мен судың астында 60-қа дейін санап жата аламын», деп бөсті Садық. «Менің де мынадай ақ көйлегім бар, үлкен сандықта жатыр, апам кигізбейді», деді көп үндемейтін Қосым Тырнауықта. Қосым төбелескенде ылғи баж етіп кеп бет тырнайтын. Сондықтан оны Тырнауық дейтін біз. Өзінен көп балалар қорқатын. Оған тек Есікбай ғана тік келуші еді. Қазірде ол: «Ой, кет шары, Тырнауық мысық, сенің үйінде алтын барын да білеміз», деп ентелеп келе жатқан Қосымды көкірегінен итеріп жіберді.
Есікбай сидан бойлы, ол аяғы қара қайыстай қатқан ұзын, жүгіргенде алдына жан салмайтын, өзі төбелес қор, сотқар бала еді. Кейде қараптан қарап келе жатып, әркімге бір ұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенді аяқтан шалып қап, болмаса басына тоқай алып жылатып жіберетін. Қазірде ол Аянның алдында қыр көрсеткісі кеп, «Тырнағаның қайсысы ей, мысық?» деп қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым жалп етіп ұшып түсті де, терісі сыдырлаған тізесін ұстаған күйі көзі жасаурап қайта тұрды. Біраз жүгіргеннен кейін Есікбай оның басынан түйе тоқай ала салды. Жылап жіберген қосым тырнамақ боп ызақорлана ұмтылған. Есікбай оны ұзын қолмен тұмсықтата салып жіберді. Қосымның мұрнынан қан дірдік деп ақырып үйіне кетті. Сол күні біз суға түсіп, күнде қақталып, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамдай итіне боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десенде тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндігі еді. Бір-екі рет кейбір шатақ құмар балалар тиісіп ие көрген өзіне. Аян үндеместен қабағын түйіп, ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыра алмағанына налғандай боп, «Менің көкем де жоқ, апам да жоқ, сондықтан төбелесем әжем ұрсады ғой», деп қойды ол. Алыс-жұлыс ойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті. Тек Есікбайдан ғана жығылды. Алғашқы күннен бастап Аян мен итіне жақын дос болуды әркім-ақ ойлай бастаған. Бірақ ол ешкімге ерекше ықылас білдірген жоқ. Бірімізден бірімізді бөліп жарған жоқ. Бәрімізбен де жақсы жолдас болды. 3-4 күн өткен соң, әбден үйренісіп алғаннан кейін ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға істейтін қылығын Аянға да істеді. Онымен төбелескісі келіп, өзінен өзі жөнсіз тиісе бастады. Аян оған жасқаншақтай қарап, «Қойсаңшы енді», деп күңкілдеген сайын Есікбай ыржақтап кеп, қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып, мазасын кетірді. Ыза болған Аян ақырында, «Төбелесесің бе?» деген. Есікбай оны мазақтай түсіп, «Сенімен бе? Қойшы» деп кеп, сілекейін Аянның бетіне жаға салды. Мұнан әрі шыдау мүмкін емес еді. «Мен бұл көшенің ортасында төбелеспеймін. Жүр анау сайға, ел көрмейтін жерге барып төбелесейік», деді Аян. «Қойшы, мынау дөй ғой», деп Есікбай сілекейін Аянға тағы жақты. «Жүр ал», Есікбай көкенің жұдырығын ескегін кеп тұрса. Ол енді Аянды итермелей түсіп сайға қарай жүгірді. Екеуінің төбелесін көру үшін біз де ердік. Сайға түскен соң Аян жейдесін шешіп, шеткі бұтаның басына ілді де, бірден Есікбаймен алыса кетті. Есікбайдың бойы анағұрдың биік еді. Екеуі шартпа-шұрт белдескен кезде, ол Аянды белінен қапсыра қысып, қайқайтып бойымен басты. Бірақ қанша күшенгенімен жығуға шамасы келмеді. Дереу бір қолымен Аянды кекілінен шап ете қап, шалқасынан гүрс еткізді. Жығып ап Аянның бет-аузына былшылдатып соға бастады. Аян тырс етіп үн шығармастан астында жатып құр қол-аяғын ербеңдете берді. Бір кезде Есікбай, «Ойбай!» деп баж ете түсті. Бір жағына қарай бұрандап жығыла берді. Аян оның қолын бұрап жіберген екен. Енді Аян күш алды. Аузы қанқан болып атып тұрып, Есікбайды алқымынан бере түсіп, жер сүздіріп тұқырта берді. Өздері апыр-топыр қылған қара топыраққа Есікбайдың бет-аузын бір-екі рет көміп жіберген. «Ойбай, болды», деп айқай салды Есікбай. Аян оның басынан аттап тұрып кетті. Ұшып тұрған Есікбай тағы да тап берген. Аян оны белдесуге жібермей, екі қолынан ұстай қалды да, жата беріс тастап ыңқ еткізді. Бірақ үстінен басып соққан жоқ. Қатты жығылған Есікбай біразға дейін тұра алмай ыңқылдап жатты. Аян болса бұлаққа барып, бет-аузының қанын жуып, ақ жейдесін киіп, түк білмеген, түк көрмегендей үйіне қайтты. Осы төбелестен кейін-ақ Аянға ешкім тиіспейтін болды. Күзде оқу басталып, 7 менен 10 жастың аралығындағы өңшең бір өңкей балалар бірінші класқа барды. Бізді Иманжанов деген шашы аппақ будай, қолы басы тоңған адамша дірілдей, қалшылдап, көзі қызыл боп жасаурап отыратын қарт кісі оқытты.
Бұл кісі денсаулығының нашарлауы себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтан үдестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен ақ ол зеректілігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне 1-2 әріптен ғана өткенімізде көңілі толмай, барлық әріптерді тезірек неге үйретпейді екен? Шіркін, ағама хат жазар едім, деп күңкілдейтін. Әрине, майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арманымыз еді. Сонымызды сезгенде Иманжанов та бізге тезірек хат танытуға бар күшін салып бақты. Сөйтіп, бас аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, бірлі-жарым сөздерді құрап, жаза алатындай халге жеттік. Ал Аян болса кәдімгідей, аса жаннан артық көретін аға деп бастап хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Күнде сабақтан кейін үйіне келісімен төр алдына етбетінен түсіп, сиялы қарындашты тілімен жалап қойып, бет-аузын сия-сияғып, ағасына хатты үсті-үстіне жататын. Күніне 2-3 хаттан жазады. Кейде әжесінің айтқанын жазса, кейде өз бетінше жаза беретін. Біз, басқа балалар әлі де сөйлем құрап жаза алмайтынбыз. Сондықтан Аянға кеп, хат жазуды үйретші деп жата жабысатынбыз. Аян білденбейтін, жымын-жымын етіп күлетін де, мына менің хатымды көшіріп жаз. Тек менің ағамның орнына өз ағаның атын жаз, деп қоятын. Сөйте-сөйте хат жазуды бәріміз үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да, кейде тіпті кісі аттары бірдей 20-30 хаттан кетіп жататын болды. Дәл біздің хат тануымызды күтіп жүргенде-ақ, 2 айдан кейін Иманжанов қатты науқастанып, төсек тартып жатып қалды. Бір қол, бір аяғынан паралич болған. Бұған мұғалім. Басқа мұғалім келмеді. Осылайша біздің оқуымыз да келер жылға дейін тоқтаған еді. Бірде Аян өрістен мал қайырып келе жатып, үйретемін деп өзінің қасқа бұзауына секіріп мөнген. Семіз бұзау мөңкіп шығып кетті. Сол жолы Аянның тобығы тайып, 1 айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін ақ Аянның тобығы тайғыш болып алды. Қит етіп алысса, секірсе тобығы тайып кететінде Аян, ойбай, аяғым-ай, деп жанұшыра бақырып жата қалатын. Бірте-бірте ол алысып-жұлысып ойнайтын ойындарға араласпай, шеттеп, бар қызыққа тек анадайдан сырттай қызыға қарап тұратын болды. Тобығы 3-ші рет тайғанда, ол үйінде бұрынғыдан да ұзағырақ жатты. Бұл кезде қыс түсіп қар жауған. Біз болсақ, сырғанақтың қызығына кіріскенбіз.